Тараз қаласынан жыл басынан бері шығып келе жатқан тектұрмас тарихи танымдық ғылыми әдеби мәдени журналын орталықтың қызметкерлері асыға күтеді. Әр нөмірін алып оқып пікір бөлісіп отырады. Міне бүгінде біздің қолымызда тектұрмас журналының соңғы нөмірі тиіп отыр. Қазіргі уақытта орталықтың қызметкерлері қолдан түсірмей оқып әр материалды талқылап пікір бөлісуде. Тектұрмас журналы республикалық деңгейде болғаннан кейін еліміздің әр аймағындағы белгілі ғалымдардың, атақты жазушылардың, танымал ақындардың, өзге де жаңағы шығармашылық өкілдерінің, мәдениет қайраткерлерінің еңбектері жарияланып отырады үздіксіз. Жалпы газет, журналдар дегеніміз адамның өресін кеңейте түсетін, оған жаңа бір тың ақпараттарды беретін керемет бір құралдардың бірі. Біздің өңірімізден шығатын осы бір тектұрмас журналы, яғни тек өлкеміздің ғана емес, сонымен қатар күллі қазақ даласындағы тарих пен танымды, ғылым мен әдебиетті ұштастырған керемет журналдардың бірі. Қарапайым оның парақтарының сапасынан бастап, бұның ішіндегі әрлену, әр бетінің кереметтей дайындалуы бұл адамға ерекше бір әсер береді. Мысалға, мына бірінші бетін қазіргі қолымдағы дүние, бұл 5-ші саны, яғни тектұрмас журналының тамыз айындағы саны. Мұндағы бірінші беттегі сурет, яғни жергілікті журналист, сонымен қатар қылқалам шебері Михаил Тёның қолынан шыққан дүниелер. Сонымен қатар бұл журналға біздің өңіріміздің тынысы болып саналатын театрдың сахналық қойылымдары, оған талдау, пікір білдіру, ол туралы жалаң ақпарат қана емес, суретті толыққанды ақпарат беруінің өзі керемет дүние. Және тағы бір бұл журналдың ерекшелігі, әр санында біздің ақындарымыздың, жазушыларымыздың жаңадан шығып жатқан туындыларына арнайы беттер арналған. Солды әдебиет сүйер қауымға, поэзия сүйер қауымға керемет жаңалық деп білемін. Сол үшін де аталмыш журналға баршаңызды жазылуға шақырамын.